Қыздар бір күшті бір очко жинағым келіп отыр ше. Негізі ше бізге подарок керек жоқ, просто сендердің осылай біздің қасымызда әдем болып жайнап жүргендерің ғана болды. Дейді Таңат, Жұмабек, не дейсіз? Айдай ханым, бүгін енді отан қорғаушылар күні ғой. Жалпы отан қорғаушылар деп атын айтып тұр. Мен ойлаймын енді әскерге барған, әскерге бармаған деп бөлу жарудың қажет жоқ. Әр ер азаматтың міндеті отан қорғау ғой. Әркім өзінің қолынан келгенше отанын қорғайды. Кез келген ер азаматтың ішкі түйсігінде отанына деген бір сүйіспеншілік қорғау болады. Ол әскермен өлшін бейді деп ойлаймын, Айдай ханым. Кездесу болған жоқ. Бізде өкінішке орай. Мүлдем болған жоқ қой. Сендер соңғы рет эфирге қашан шықтыңдар? Ау? Эфирге соңғы рет қашан шықтыңдар? Четверг күні ма? Сол шықтық қой деймін. Одан бері кездескен жоқсыңдар ма сонда? Одан бері өкінішке орай кездеспедік. Сәрсенбі күні білуім бойынша шықтыңдар сендер, сәрсенбі күні. Иә, сол күні шықтық ау деймін. Одан кейін барып, бұл кісіге мен өзім жаздым. Ол кездеспей тұрып оның алдында тұр. Сәлем, қалайсың деп жаздым, бірақ бір күн бойы игнор болып қалды. Сосын сообщениемді өшіріп тастадым. Содан кейін барып, әйтеуір білмеймін, өзім жазып қоямын арасында. Өзім жазып қоям? Денсаулығыңыз қалай? Ернат жазбай ма не? Шүкір жақсы. Жоқ, 5 күн өтті ғой. Кастратор. Мүмкіндік болған жоқ па 5 күн кездескен кезде? Кездесуге дегенім. Жоқ, мүмкіндік болғанда жұмыста болдым. Одан сәл сол ауырып қалдым. Негізі айттым мен Воскресенье күні кездесейік, асықпай деген сияқты мысалы. Эфирден енді шаршап қалған шығар мысалы деген сияқты. Воскресенье күні кездесейік деген сияқты ой болды, бірақ өкінішке орай кішкене сәл денсаулығыма байланысты айттым бір ауыз осындай деп ше. Ернат, алдыңғы эфирге шыққан кезде мен осы жолы ашылып келемін, көп нәрсені ашық сөйлесеміз деп кеткен болатынсыңдар. Бұл жолы мүлдем кездесу болмапты, жарайды, сіз сырқаттанып қалыпсыз. Сол оның алдында четверг па, среда ма ортаға шыққаннан кейін барып маған хат жазып жіберген ғой. Мен 1-2 күн связьда болмаймын, жұмыста боламын деп сөйтіп жазып жүрген. Одан кейін барып мен бұл кісіні іздеп жазамын, сәлем қалайсың деп, бірақ мен хабарламам жауапсыз қалады. Одан кейін барып мен өшіріп тастаймын 2 адамда да. Содан кейін барып әйтеуір 1 күн өткеннен кейін ба, 2 күн өткеннен кейін ба сөйлестік. Сөйлескенде де, осылай кездесу болады, күшті кездесу болады. Кеше күтем, бірақ та енді білмеймін. Менің ойымша Ернаттың мүлдем көңіл күйі жоқ сияқты. Мен бір наразылығым болып отыр да, енді жігіт қызға наразы болып отыр ғой. Мен Айжан саған наразы болып отырмын негізінде. Сен осының алдында енді ладно, өзің сұрайды екенсің гүлдерді, өзің свидание сұрайды екенсің. Сосын жігіт, конечно, сенен қашып, и так сен өзің жігіттен қашып жүрсің, еще свидание шығу үшін, күшті свидание бару үшін жігітке шыға қоясың да. Қандай күштісің деймін да. Жігіт сол себепті сенен қашып жүр деп ойлаймын. Енді Айдай ханым, енді кеше де гүл келді ғой. Сол кезде Айжан гүлінің астына жаңағы гүлдің страничкасын белгілеп кеткені бар. Мен ойладым, гүлді өзіне жіберіп жүрма деген сияқты. Гүл, сіз гүлді Айжанға өзіңіз жібердіңіз ба негізі? Бірақ Айжан неге ол гүлді өзіне белгілеп қояды? Типа бартерге деген сияқты белгілеп қойған. Сол нәрсесі мен кішігірім түсінбей қалғаным бар. Осыған жауап бере кетейін. Негізінде енді бұл кісі маған кездесуді өзі жасап жатыр ғой. Мен кездесуді сұрап жатқан жоқпын бұл кісіден. Негізінде кафеге, жаңағы отыратын жерлерге өзі шақырады, бірақ мен мүлдем шықпай қойып жатқан жоқпын. Мен шығып жатырмын кездесулерге. Одан кейін барып жаңағы гүл туралы мәселе болса, ол жерде мен құрбыларыммен кездесіп қалған едім. Уже көптен бері кездеспей. Сол кісілер жаңағы менің гүлімді көріп, қуанып, саған гүл келіпті ғой деп секіріп, в общем, ойнап сөйтіп кеттік та, сонымен гүлді фотоға түсіріп, одан кейін жаңағы подругамның цветочный бар екен, соны белгілеп салайын деп сөйтіп салған болатын. Айдай ханым, атак оған ондай ешқандай нем жоқ. Үміткерге сұрағым бар. Айжан тарапынан сіз қашуды или болмаса андай бір өзіңізге итеруді андай байқаған жоқсыз ба? Типа Айжан сізден қашып жүрген жоқ, ондайын сіз байқап жүрген жоқсыз ба? Сол себепті сіз білмеймін, мына жігіттің бастағы көзіндегі оты басқаша да, қазір уже Айжаннан жалығып кеткен сияқты деп көріп отырмын. Енді сендерде осындай бір көңіл күйлерің түсіріңкі болғаннан кейін бір себебін іздейміз енді. Бұл да солай ойлап жатыр, олай емес деп жоққа шығарып жатсыңдар, Таңат. Қош келдіңіз. Менде кереметтей күдік бар. Себебі сол күні гүл алып келген күні гүлді ортаға шығып барынша көрсетті халыққа. Одан кейін рекламасын салды. Енді сәл логикаға салып қалайтын болсақ, Ернат әр келген сайын бір тал гүлмен келеді. Неге осы күні сондай дәу гүлмен келмейді деген ойда? Не деймін енді, мысалы мен енді осы жер таныстық алаңы болған соң Айжанды таңдап келдім, ұнаттым. Енді барынша тырысып жатырмын қолымнан келгенше. Білмеймін, енді мен жақтан да мысалы қадамдар болып жатыр. Мен тарапымнан мысалы. Енді білмеймін, Айжан жақтан енді ондай апдейт күте алмай жатырмын негізі. Жоқ, Айдай ханым.
Айдар ханым келіспеймін. Айдар ханым, мен айта салайыншы, жаңағы айтып жатыр ғой, қыздың жағынан қызығушылық жоқ деп айтып жатыр ғой кейбір қатысушылар. Мен ол нәрсеге келіспеймін. Бірақ жігіт андай бір гүл беріп қояды да болды. Отырады мысалға қарап деген сияқты ғой. Қыз мысалға конькиға барғысы келді, атқа барғысы келді. Қыздың қызығушылығын ашу үшін сол жақтарға бару керек еді. Хотя бы қызығушылығын ашып алғанға дейін. Анық болып тұрғанда Айжан тараптан ешқандай отдача жоқ, ешқандай взаимно ответтер жоқ, ешқандай меркантильно үстіне шығып тұр, тәкаппарлық үстіне шығып тұр. Алдында Айжан аузынан мына сөз естіп қалған болатын. Ернат, мен вкусыма вообще келмейді, мен талғамды жігіт емес деген сияқты ша. Сонда Айжан сен өтірік істеп жүрсің мына жерде. Сонда просто так шынайылығың қайда кетті? Сонда саған келетін үміткерлер жігіттер бай болу керек, ақшасы безлимитный карточка болу керек, сені ана эмоция сыйлайтын жерге апару керек, ана секретін жерге апару керек. Айналайындар ау, мына жерде сендер аспандағы айды емес, сәл жерге түсіңдер, сәл адамгершіліктерін танытыңдар. Ертең сендер келетін адамдарға қандай үгіт насихат беріп отырсыңдар, жас қыздарға түсіңдер жерден аспанға. Мына жерде мен Нұрсұлтан осы сөздеріңе асыл деген нәрсе емес қой бұл жерде. Адам өзі бірақ білінеді ғой былай, негізі бір көзқараспен ақ негізі ұнатсаң ұнатып қаласың ғой мысалы. Сол нәрседе просто қызығушылық бар ма жоқ па деген сұрақ қой бұл. Қатты ондай сезім жоқ менде. қызығушылық жоқ па сенде сонда, Айжан? Енді Айдар ханым, енді айта алмаймын, бүйтіп прям қатты прям сен ойлаған жігіт қандай деген сұрақ қой. Қандай персонаж? Мен ойлаған жігіт айтқан сөзінде тұра алатын жігіт, жауапкершілігі бар, не айтса соны орындайтын жігіт.